Сәлем құрметті оқырманым, осы видеода садақаның тигізер пайдасы жайлы айтып өткім келеді. 7 түрлі адам Алланың көлеңкесінде болады екен. Солардың біреуі оң қолымен садақа бергенде, оны сол қолы білмеген адам деген. Құранда: ей иманға келгендер, тапқандарыңнан және біз сендерге жерден шығарып бергеніміздің жақсыларынан садақа етіп жұмсаңдар, әрі көздеріңді жұмып тұрып, болмаса өздерің де алмайтын нашар нәрсені жұмсауға талпынбаңдар, әрі Алланың аса бай, өте мақтаулы екенін біліңдер деген. Садақаның берген адам үшін пайдасы мен сауабы өте мол. Садақа адамға мейірімділікті, нәпсіні тәрбиелеуді үйретеді, әрі мал дүние мен жүректі тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақасының сауабы жұмаққа жетелейтін болады. Пенде дүниеден озғанда мал дүниесі жайында қиындыққа тап болып, жиған терген дүниесі артында қалғанымен, сол үшін есепке тартылатын болады. Ал дүниесінен садақа берсе, есебін беру жеңіл болмақ. Өзгеге қол ұшын беру мен садақа берудің ең маңыздысы өзі мұқтаж бола тұра барын бөліп беру болмақ. Кім адал жолмен тапқан табысынан бір құрмадай садақа берсе, Алла ол садақасын қабыл етеді. Содан кейін оны таудай болғанша, яғни сендердің біреуіңіз тайын өсіргендей иесіне барынша үлкейтеді дейді. Жасаған жақсылығыңыз садақа болу үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болу керек. Бірінші, мұқтаж жанға беру, екінші, Алла разылығы үшін берілу, үшінші, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Садақа берудің осы дүниедегі 5 пайдасы бар. Бірінші, мал дүниеңізді тазартады. Екінші, күнәларды өшіреді. Су отты сөндіргендей, садақада күнәларды өшіреді. Садақа тәкаппарлықты жояды. Ауру мен апаттан сақтайды. Науқастарыңды садақамен емдеңдер. Садақа әрбір ауруды және бәлекетті қайтарады. Садақа беруде асығыңыздар, өйткені апат садақадан оза алмайды. Бесінші, мұқтаж жанды қуантады, ризықты арттырып, табысқа берекесін береді. Садақаның ақыреттегі 5 пайдасы: қияметтің үрейінен сақтап, көлеңке болады. Садақа қабір азабынан сақтайды. Қияметте иесін өз қамқорына алады. Садақа тозақтан құтқарады. Жарты құрма болса да садақа беріп, тозақтан сақтаныңдар дейді. Таразыда сауабы басым болады. Сырат көпірінен өту оңай болады. Дүниесінің есебін беруде жеңіл болады. Садақа беруде шамаға қарап амал еткен жөн. Енді Рамазан айында, қасиетті Рамазан айында фитр садақа жайлы сөз етейік. Араб тілінен аударғанда фитр сөзінің тілдік мағынасы ауразада ауыз ашу дегенді білдіреді. Әлдекім тазарса, яғни фитр садақасын берсе, мақсат мұратына жетеді делінген Құран аятында. Фитр садақа берудің 3 пайдасы бар. Бірінші, қате кемшіліктерді толықтырады. Ораза айында тілімен, ойымен, көзімен істеген қате кемшіліктерді өшіреді. Фитр садақа сәху сәждесі сияқты намаздың жаңылысқан жерін толықтыратын болса, фитр садақа тұтқан оразаның кемшіліктерін толықтырған болып саналады. Екінші, оразаның қабыл болуына септігін тигізеді. Адамның оразасы жер мен көктің арасында асулы тұр. Фитр садақа бергеннен кейін ол орнына жетеді делінген хадисте. Демек, фитр садақасы оразаның қабыл болуына үлкен себеп болады. Үшінші, кедейлерді қуантады. Айт күні жағдайы бар байлар ғана қуанбай, кедей, мұқтаж адамдарды қажеттерін алып, қуанышқа бөленеді. Осындай күнде кем бағалдарды садақа сұрауға мұқтаж етпеңдер деген Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Фитр садақа жан мен тәннің зекеті. Сондықтан фитр садақасы сәбиге де, ауыз бекіткен жанға да, ораза ұстамаған адамға да міндеттелген. Айта кетейік, биыл Қазақстанда фитр садақаның мөлшері 535 теңге болып белгіленді. Құрметті оқырманым, осы Рамазан айында бүкіл қолыңыздан келетін жақсылықтарды істеп үлгеріңіз.
пітір садақа беріңіз және күнделікті Алла разылығы үшін садақаны беріңіз. Ол деген осы жаңағы азын аулақ садақа берсеңіздер, ол қиямет күні сансыз сауапқа бөленетініңіз сөзсіз. Тек қана ниетіңіз түзу Алла разылығы үшін болсын. Құрметті оқырманым, видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Келесі видеолардың тақырыбы қандай болғанын қалайсыз, соны комментарийға жаза кетіңіз. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін.